Бұл ауылдың аумағы кең, талай жерді алып жатыр. Ауылдың дәл ортасынан темір жол кесіп өтеді. Одан нәріректе, арасы 1,5 шақырымға жетер-жетпесте автожол тағы бар. Сондықтан болар, қоныстанушылардың үйлері шашыраңқы, бірыңғай жүйемен орналаспаған. Шет жағында жай кесек үйлер көп. Шатырлы үйлер бұрынғы совхоз кеңесі жағында орталықта. Үйлеріне қарап, сонда тұтынушылардың әлеуметтік жайы бірден аңғарылады. Күре темір жол мен автожолдың ортасындағы бұл ауылдың ұтатын жері облыстың орталығына жақын. Қалаға байланыс жақсы қалыптасқан. Жекеменшілік автокөліктері бар таксилер қызмет атқарып, кәдімгідей пайдасын табады. Ауылда тұратын адамдардың тіршілік көзі әркімде әрқалай. Біреулері қолдарындағы 1-2 сиыр, 10 шақты қой ешкінің өнімдерімен күн көреді. Ешқайда бармайды да, алмайды да. Енді еттері тірі біреулері кішігірім серіктестік құрып, бұрыннан ескі техникаларын ілдәлап, сырт жаққа отақ қаптап кеткен бұрынғы егіндік алқапты тары, күріш, егіп, бақша салып дегендей, әйтеуір қарап отырғаннан жақсы деп бармен базар болады. Мал бағып көргендер бар, бірақ барымташылар малдарын ұрлап әкетіп, талай рет сан соқтырған соң, жұрт көп мал ұстамайтын болды. 1-2 қара малын көздерінен таса етпей, сыртқа жайса қасында қарауылдап, әйтпесе үйде жем беріп ұстайтын болды. Ауылда жеңіл машиналары бар, келесі біреулері қаладан қатынап жұмыс істейді. 2 күн қалада, 1 күн ауылында дегендей, тұрған жұмыстарының ауысымына сәйкес. Бірі күзет жұмысын, бірі кеңселердің ауласын сыпыратын ұсақ-түйек жұмыстарды қанағат тұтып, бала шағаларын асырайды. Ауылды тастап қалаға көшіп кеткенмен, оның жолы жеңіл емес. Үй күйі жоқ, қайда тұрмақшы. Сондықтан 40 жастан әр асқандар мен 70 жасқа жеткендер үйдегі немерелеріне қарап, бәрі орында ауылда отырады. Қазіргі жастар бұл ауылға байланып қойсаң да тұрмайды. Өйткені олардың қызықтыратын ештеңесі жоқ. Бұрынғы 10 жылдық мектеп 8 жылдық болып қысқарғалы бері бұл жерде оқушылар да аз. Кейбір пәндерге мұғалімдер де жетіспейді. Дәл биыл 8 жылдық сыныпты бітірген әрбір үйдің 14-15 жасар ұл мен қызы тұсалып қалды. Бәрінің оқығысы келеді-ау, бірақ 10 жылдық мектеп жабылып қалған. Енді қайда барады? Көрші ауылдағы 10 жылдық мектеп пен бұл ауылдың арасы 20 шақырым. Оған қалай қатынап оқиды? Айналайын кеңес үкіметі тұсында мұның бәрі ойластырылған еді. Қазір білім министрліктері ауылдың жағдайымен санаса ма десейші. Бұрынғыдай интернат не қалада, не ауданда болса бір сәрі. Ағайын туыстың үйі қанша жақын болғанмен, қазіргі мына заманда біреудің баласын бағатын жағдай бар ма? Ал енді балаларды әрмен қарай оқытып көр. Алысқа барып оқи алатындардың қатарында Ботагөзде болды. 8 сыныпты өте жақсы бітірді. Былтыр күзде әкесі Абзал 45 жасқа жетпей қайтыс болған. Әрі жылдық асы да берілген жоқ. 5 сынып оқитын бір інісі, 3 сынып оқитын бір сіңлісі, 3 әжесінің қасында ауылда. Ал анасы қаладағы базардың бірінде ет сататын лапкенің шұжық жасаушысы. Күнде келе алмайды, өйткені жұмысы ауыр. Ет сатушылардан тапсырма түссе, түнімен шұжық жасап, таңертең дайын етуі керек. Сол кезде өзіндей сырттан қатынап жұмыс істейтін қыз келіншектермен арзан бағаға түнеп шығуға жалдаған үйге қонып шығады. Қиын болса да, ауылда жұмыс болмаған соң, балаларын жеткізу үшін осыған мәжбүр. Ал әжесі Қырмызы қолдағы бір сиырдың, 2-3 қойдың жем суын беріп, үйдегі мектеп жасындағы немерелеріне қарайды. Ботагөздің әжесі Қырмызы кезінде ауылдың медпунктінде медбике, атасы Адырыс совхоздың білдей мал дәрігері болған. Сондай қызметтері болғаннан шығар, жұрттан кем болмай, ауылдың дәл орталығында бұрынғы кеңсеге жақын жерде кірпіштен қаланған еңселі 5 бөлмелі үйде тұрды. Адырыс атасы Ботагөзді кішкене кезінде домбыра тартуға үйреткен. Мектепте арнайы үйірмеге қатыспаса да, Ботагөз қазір әжептәуір домбыра тартып, оған қосылып ән де айтатын. Мұғалімдер үнемі Ботагөзге домбырамен ән салғызып, сенен мықты әнші шығады, дейтін. Ботагөз әкесі Абзал қайтыс болған соң-ақ
Үйдегі жағдайдың аңдысын біліп, 11 сыныпты бітіріп, Алматыға барып арнайы оқуға түсудің тек арман ғана болып қалғанын іштей жағында түйген. Анасы Гүлімай осы балалары үшін қала мен ауыл арасында дедектеп жүгіретінін көріп отыр. Әлі орта мектепті де толық бітірмей жатып, оқуға барамын деп қалай айтсын? Әжесіне сиыр сауысып, айранын ұйытып, сүтін пісіріп дегендей үй тіршілігіне бүтіндей араласты. Ботагөзді оқытудың аса қажеттігін анасы да біледі, бірақ дәл биыл күйеуінің жылдық асын беріп, міндетінен құтылмайынша басқа қаражаттың көзін таба алмай жүр. Сондықтан 8 сынып бітірген қызының оқуын күзге дейін әлі 3 ай уақыт бар ғой, көз алдымда әжесіне көмектесе тұрар деп шешкен жоқ. Апа, Ботагөзді бүгін қалаға өзімен ала кетейін. Сол жақтан үстіне киім алып берейін. Үйге қант, шай керек қой, оларды да беріп жіберемін. Көлік деген 2 ортаға қатынап жатыр. Кешке дейін жетеді ғой, деп келіні Гүлімай үйге келгенде Ботагөзді таңертең өзімен ерте тұрғызып алып кеткен. Үйде 2 баламен қалған Қырмызы әже түстен кейін Ботагөзді 5 болғанша күтті. Ботагөз әлі келмеді. Ойпырмай, кеш болып қалды, неғып мұнша кешікті екен деп уайымдай бастады. Кешкі сауын да болды. Қорадағы сиырды сауып, оның сүтін пісіріп, балаларға кешкі дастархан қамын жасайым дегенше, күн көзі шапықтанып, қызарып, батуға жақындай бастаған. Әже, Ботагөз кешікті ғой, деп кішкентай ұл немересі Асқар да сұрады. Ол апамның қасында қонып қалған шығар, деді тақылдап кішкентай Әсия. Үйдегілер бала болғанмен де өздерінің сұрақтарымен әжесін одан әрі қобалжытты. Телефонмен хабарласа қалатын, бұларда әлі ауылда басқалардай мобильді телефон жоқ. Ауыл болса да бәрі қазір соны ұстап жүр. Бұл да ақша ғой, оны қайдан алсын бұлар? Қырмызы ішінен жаратқан Аллаға сиынып, Алла, бір бола көр кішкентай қызыма. Былтыр әкесінен алдың, биыл енді бәле жылыдан сақтай көр, осы көзім көрген немерелерімді, деп жалбарына бастады. Қайта-қайта сыртқа қора маңына шығып, жан-жаққа көз салады. Ауылда бұрын қаладағыдай күндіз-түні жағылатын электр шамы үнемделіп жағылмайды. Кеш болса, әркім өзінің жарығымен өзі. Қайтарында танымайтын бір машинаға отырамын деп, қыз бала ғой, бір нәрсеге ұшырамаса екен. Ойпырмай, Гүлімайға осы ауылдағы танитын біреуге тапсырып мінгізіп жібер демеген екенмін. Соры қайнаған басым-ай, деп Қырмызы мүлде дірілдей бастады. Кешке дастарханның шайы ішілмеді, тамағы да желінбеді. Үлкен ұл Асқар әжесінің қасына қайта-қайта келгіштеп, уайымын бөліскен ниетте жүрді. Ал күн ұзаққа далада жүгіріп ойнаған Әсия дастархан шетінде қалжиып ұйықтап қалды. Әй Асқар, деді бір кезде Қырмызы әже даусын қатайта, сен ұлсың ғой, ұлдар арасында әңгімеден білесің, немесе көресің. Бәріңде машина десе, мынау пәлендікі, анау түгендікі деп айтып отырасыңдар ғой. Осы ауылда қалаға кімнің машинасы қатынайды? Айтып берші маған. Ана жүрсіннің, қойшығылдың баласы ше? Сосын біздің сыныпта оқитын Байжігіттің ағасы Баймұратты көргем қаладан тасып жүрген 1-2 мәрте. Әже, ана кім тағы аты кім еді? Осы ауылдағы бензин сататын станциядағы бастығы ше? Төлептің баласы Мәлік. Оның машинасы иномарка, бірақ ол тасымайды. Ол қандай машина тағы? Жип деген ба? Жип емес, дәу былай, үлкен терезесінде қара әйнек, қара машина ғой. Асқар жаным, сен есікті іліп отыра тұр. Панарды маған бер. Мен солардың үйіне барып қарап, Ботагөзді кездестірдің бе деп сұрап келейін. Ботагөз қалаға қонбайды. Үйге келу керек еді. Келмеді. Жаным төзбей тұр. Өй әже, мен де барайын сізбен. Жалғыз өзіңіз түнде отыр үйде. Әсияның қасында қал. Оянса шошып кетеді ғой, үйде ешкім жоқ. Есікті кілттеп отыр. Ешкімге ашпа. Білдің бе? Әже, сонда сіз ана жақтағы бензин сататын станцияға да барасыз ба? Мүлде алыс қой. Оны көремін. Қырмызы үйінен былай шыға бере ойланды. Қаладан менің қызымды көрдіңдер ме деп, ол жаққа келе жатқанда деп қалай сұраймын? Ботагөз анасының қат шаруасы шығып қонып қалса, ертең сұраған жұрт қызың табылды ма деп текке біреу алып қашып кеткендей, маған еш нәрсе емес.
Ботагөздің атына ят келеме? Қой, бекер шығыппын, сабыр етейін, Алладан тек аман болуын тілейін, үйде отырайын деп қайра үйге келді. Түн өтпей қойды. Асқардан ұйқы кетті. Қырмызы тағы бір рет далаға шығып келейін деп қора жаққа беттеді. Сөйтсе, көйлегі көлбелеңдеп Ботагөз келе жатыр. Әжесі: «Құлыншағым-ау, қайда жүрсің? Түн жарым болды. Сені күтіп уайымдап, даламен үйдің ортасында жүрмін», дей берген еді Қырмызы. Ботагөз әжесін қапсыра құшақтап, жылап бір жіберсін. «Не болды қызым? Жүр үйге, не болды?» деп сұрай берді ентігіп Қырмызы әжеде. «Амансың ба әйтеуір жаным, күнім менің, құлыным?» «Әже», деді өксіп Ботагөз. «Айта алмаймын, мені әже, айта алмаймын», деп бір уақытта өксіп. «Әже, өлгім келеді, мен бәрібір өмір сүрмеймін, өлемін», дей берді. Қырмызы немересінің мына сөзіне әлденеден секемденіп қалды. Бәрінен де Ботагөздің өлемін деген сөзі қорқытты. «Қазір үйге кірейік қызым. Шамалы өксігіңді бас, өзіңе кел, шай іш. Маған ешнәрсе айтпай-ақ қой, бірақ өлемін деген сөзіңді ойыңнан шығар. Мүлде санадан өшір ол ойды. Білдің бе?» деді Ботагөздің шашынан сипап, бауырына қысып. Енді ғана 15 жасқа шығатын қызғалдақ қыз Ботагөз ертесіне одан кейінде нәр татпай төсектен басын көтер алмады. Жастығын көлдей суғылып жылай берді. Қырмызы бір жаман істің болғанын сезді де, тіс жарып Ботагөзге еш нәрсе демеді, жанын жараламады. Қаладан келетін өз келінін күтті. Ботагөз мүмкін бәрін шешесіне өз аузымен айтар, содан білермін не болғанын деп ойлады Қырмызы сабырмен. 2 күннен соң қызының басындағы оқиғадан бейхабар Гүлімай келді қаладан. 12-де бір гүл ашылмаған жасөспірім қызының басындағы болған жайт анасы Гүлімайды мүлде есеңгіретіп жіберді. Қызымен сөйлескенмен кейін қайта-қайта жүрегі қысылып талып қалды. Қырмызы болса немересі Ботагөз бен келіні арасындағы алма-кезек жүгіріп, өзі білетін дәрі-дәрмектерін беріп, беттерін бері қаратқандай болды. Қызымен сөйлесіп, өзіне өзі келген келіні Ботагөздің басынан өткен жайды енесі Қырмызыға өз аузымен былай жеткізді. «Апау, мен сорлымын ғой, сорлымын. Бәріне мен кінәлімін. Қайдан білейін Төлептің баласының ішіндегі арамдығын. Ауылдың баласы ғой» деп автовокзалда тұр екен машинасымен. «Ботагөзді ала кетші» деп машинасына отырғызған өзім едім. «Сорлы басым-ай, бұған мен кінәлімін. Ол оңбаған қаладан шықпай жатып, тағы бір жерге соққан. Қасына жолдасы болып жүрген ауыл әкімнің ұлы Қосанды отырғызған. Ботагөз түсем машинадан дегенде түсірмепті. Ұятсыз бетсіз. Сөзін қарасайшы, шешең маған сені өзі әкеліп берді депті. Екеуі сыра ма, арақ па, бір нәрсе ішіпті. Содан қызып алып қаладан бері шыққан соң Ботагөзге тиіскен. Апау, қайтсем екен өзімді. Гүлім-ай, бұған мен өзім кінәлі болдым деп жер тұрып жылады. Енді ана Ботагөз не дейді десейші апа, мен шошимын сөзінен, өлемін, не өлтіремін оларды деп отыр. Қырмызы әже мұны естігенде шошып кетті. «Мен де байқаймын, айтқанмын Ботагөзге, сен де айт, өлемін деген сөзін қойсын. Ботагөз оқуын оқиды, абзалдың жылын береміз. Мына үйді, қолда не бар, соның бәрін сатамын. Сонан соң бұл ауылдан көшеміз. Ал мен ана екеуін аяғым жер басып жүрсе, тыныш қалдырмаймын. Алланың атымен ант етемін. Соларды бар ғой, мына өз қолыммен өлтіремін. Адам өлтірді деп соттаса, мен сотталайын. Жасым 60-тан асты, маған бәрібір. Жалғыз ұлдан қалған немерелерімді қор қылып жылатып, еңіретпеймін», деді Қырмызы келініне. «Апа, ойлап отырмын, оларды арыз-жазы сотқа берсек қайтеді? Әлде прокуратураға ма? Қай жағы тиімді өзі? Кәмелетке толмаған қызға зәбір көрсеткендер кемі 12 жылға түрмеге кетеді дегенді ана жылы естігенмін. Кетсін түрмеге екеуі бірдей», деді Гүлімай, мұны қорсарланған күйі. «Білесің бе, түрме оларға жеңіл. Зорлық түгілі адам өлтіргендер 4-5 жылда түк болмағандай түрмеден шығып жатыр. Қыздың абыройын елге дабыра қылып соттатайық. Ал ертең азғантай жылда ана Асқардың 10-шы сыныпты бітірер жылында олар да шыға келеді түрмеден. Сосын Асқар бар, Әсия бар, ақыларын солардан алады. Әкелерінің ақшасы мол, олар барын сатып ерте шығып алады. Мен болсам ол кезде өліп те қаламын. Ботагөздің атына кір келтіріп, ауыл қаланы шуылдатайық па? Жоқ, бұл болмайды. Менің ойлағаным бар, соны істеймін», деп Қырмызы орнынан тұрды.
Ботагөздің орнынан тұрмай көлдей болып төгілген жасынан жанын қоярға жер таппай жүрген Қырмызының екі шекесі шыңылдап, басы айналып, тәлтіректеп қайра отырды. Қырмызының медбикелік қызметін жақсы білетіндер оны үлкейіп қалды демей, кейде қатты ауырып қалған жағдайда үйіне шақыртып ине салдыратын, система қойдыратын. Бағана сиыр сауға шыққанда Төлептің үйімен қатарлас көрші тұратын Шәрипаның келіні Жұпаркүл келіп, енесі қатты ауырып жатқанын айтып, соған дәрілер жазып берген дәрімен система қойып беруді өтінген. Қырмызы бұған бірден келісті. Шәрипа бұрын ауылдық кеңестің төрағасы болған, күйеуі совхозда жұмысшылар комитетін басқарған. Жас кезінде бәрі аралас құралас болған актив отбасылар еді. Система салып отырып, Шәрипаның келінен Төлептің баласы Мәліктің жүріс-тұрысы туралы анықтап алмақ болды. Өйткені олар көршілер ғой. Қырмызы Шәрипаны көптен бері көрмеп еді. Үлкен залда кереуетте жатыр екен. Жүдеп, екі жағы қуарып қалыпты. Шәрипа Қырмызыны көріп, қуанып кетті. Өй-бөй, Қырмызым-ай, дәл сенде етіп, қазір ине салатын адам бар ма десейші. Алдыңғы күні медпункттың бір медсестрасы қызы келіп, мына тамырымды таба алмай, біресе мына білекті, біресе мына білекті шықып көрді ме, міне көгеріп кетті. Қолым түгел көк. Келінге айттым, Қырмызыны шақырыңдар деп. Келгенің дұрыс болды. Астанада қызым бар ғой, баяғы Гүлмира ше. Абзал бәрі қатар оқыды ғой. Сол қызым звондап, алып кетейін Астанаға, мама, емдетейін деді ғой. Жер қашық, биыл 80-нен асып барамын. Ол жақта жүріп өліп қалсам, сүйегімді салдырлатып, мұнда тасып жүресіңдер ме деп бармай айттым. Қойыңыз Шәрипа Егінбаевна, өлем деп айтпаңыз, әлі де немерелерден, шөберелерден қызық көресіз, деп баяғы сельсоветтің төрағасы кезіндегідей аты мен әкесінің атын тізбелей айтты Қырмызы. Шәрипаның құлағы көптен мұндай сөзді естімеген. Зейнет жасқа шыққалы өзін қызмет кезінен білетіндерден болмаса бүйтіп ешкім айтпайды. Шәрипаның да әжей, апай, шешей, құдағай, тағы да басқа ауыз екі осындай қаратпас сөздерге де еті үйреніп, баяғы ел басқарған қызметін қашанға алға тарта берсін. Ауылдағы көппен бірге өзін жай кемпір санап қалған Қырмызының мына қаратпас сөзі жанын жадыратып жіберді. Бірден жүзінен нұр пайда бола кетті. Білімдінің аты білімді, кіммен қалай сөйлесуді біледі. Рахмет Қырмызы, деді риза болып. Сөйтті де келініне, әй Жұпаркүл, Қырмызыға дастарханды осы жерге жай. Системам біткенше шай ішсін, менің қасымда, деді. Келінің қайда қазір? Немерелерің оқуын оқып жүрме? Абзал айналайын, жақсы жігіт еді ғой. Жігіттің сұлтаны Азамат еді, деп Шәрипа Қырмызының отбасына көңіл бөліп қойды. Мына көршілеріңізбен қалайсыздар? Осы Төлептің баласы не жұмыс істейді өзі? Әрі-бері көремін, мәшинесін мініп алып, осы ауылды айналады да жүреді, деп сұрақ қойды Қырмызы. Сөз арасында ештеңе білмегендей, шай қамымен жүрген Шәрипаның келіні Жұпаркүлге. Апай, оны атамаңыз, жұмыс істемейді-ау, оқуын тастап кеткен білемін. Өзі анаша шегеме кейде бір нәрсе. Әкесі күнде сен адам болмайсың деп айқайлап ұрсады да жатады. Шешесі баласын жақтап ара түседі. Осы күні бала оқушы еді. Не әскерге бармаса, не маңдайы терлеп жұмыс істемесе, деп сөзге Шәрипа да араласты. Әкесінде кінә жоқ-ау, жақында естіп қалдым. Тәб әкеңнің аузын-ай, бір күні өзім-ақ сені мылтықпен атып тастаймын деп ұрсып жатыр баласына. Сөздеріне қарағанда әкесінен ұрлап бензин сатып жүрген бе бір бәлесі болған. Еңбексіз табатын ақшаға жақындауыма қайдам, білмеймін ғой, өзімнің пайымым. Мәліктің қасынан анау ауыл әкімі Азамат Құсайыновтың ұлы Қосан қалмайды. Ол да бір жұқсыз. Екеуі бір күні бір нәрсеге ұшырайды. Қайда барса да екеуі жүреді қосарланып. Төлеп үйде жоқ болса, екеуі кейде осы үйде, сәкіде далада жатады. Қарқ-қарқ күліп, даңғаза музыкаларын қойып, бізге де ұйқы бермейді. Бір күні айттым, біздің үйде қарт адам бар, жас бала бар. Музыкаларының даусын азайтыңдар, немесе түн ортасы болды, мүлде өшіріңдер деп қоймады. Ақыры Темірбек, әкең келген соң айтамын деп қойды.
тойғызып келді. Сонда ана Төлептің әйелі баласына қой ұят болады деп айтпайды ғой, сабазай десейші. Кесапат қазын өзінше, кердеңдеп ешкімді көзіне ілмей жүреді. Қырмызы бұл айтылғандардың бәрін ойына тоқып отырды. Қырмызы Шәрипаға 5 күн система қою керек. Бүгін 1 күн өтті. Қалған 4 күнде Мәлік пен Қосаннан өш алуым керек деп ойына түйіп қойды. 3-ші күні Қырмызы Шәрипа Егінбаевна, ертең кештетіп, кешкі 8-дерде келсем болады ма сізге? Бір шаруалар шығып қалып, күндіз босамайтын болам, деп сыпайы өтініш жасады Шәрипаға. Жарайды. Сөйтсең сөйте ғой. Сен система салғалы бері тіпті жақсарып қалдым. Сенің қолыңның жеңілдігі шығар бұл. Шәрипа келсе кетті. Көз көрген деген осы емес пе? Тура мен сальсоветтің төрағасы кезімдегідей менің алдымда сызылып тұрады. Мәдениетті, өте жақсы әйел, деді келінге Қырмызы шығып кеткен соң. Қырмызы ертеңіне кештетіп келе жатып, Төлептің есігінің алдында аулада 2 күн көрінбеген қара машинаны көрді. Демек Төлептің баласы Мәлік үйінде болған. Мен система салып шыққанымша болса жарар еді. Тағы бір жерге зытып кетпей деп ойлады Қырмызы Шәрипаның үйінің есігін ашып. Қырмызы Шәрипаның бүгін төсекте емес, түрегеліп жүргенін көріп қуанып қалды. Охо, Шәрипа Егінбаевна, мені қуанттыңыз. Осылай түрегеліп далаға таза ауаға шығып жүріңіз. Адам аурумын деп өзін есептесе, ауру баса береді екен 2 иығын, деп Қырмызы Шәрипаға жігер беріп қойды. Астанадан қызым Айнұр келеді. Ұшаққа билет алыпты. Бағана звондап соны айтты. Мен сенің система қойып жатқаныңды, тәуір болып қалғанымды айтып, қызымды қуанттым, деді Шәрипа кереуетте система алуға ыңғайланып. Бүгін кештетіп келдің ғой, отырайық асықпа. Жұпаргүл ас дайындап жатыр. Бір жола тамақ ішіп кет, деді. Сосын тағы да. Жоқ, Шәрипа Егінбаевна, Алла разы болсын. Үйден ас су іштім, немерелерді тамақтандырдым. Тағы бірде болмаса, бүгін дастарханға қалып отыра алмаймын. Кешіріңіз, деп Қырмызы система жабдығында кіре бастады. Ойы мүлде басқа жақта болды. Қырмызы Шәрипаның үйінен шыға сала Төлептің ауласына кірді. Жазғы мезгілде жұрттың бәрі далада, сәк үстінде болады. Бұл үйде сәкіде ешкімнің төбесі көрінбеді. Тіпті аулада ойнап жүрген бала да жоқ. Ит ұстамайтын болуы керек, оның төбесі көрінбейді. Ауылдағы барлық әйел біткендер мұндай кеш батып бара жатқанда түрк сериалдарын көріп, шаруаларымен болмайды. Барлық шаруаларын тындырғаны тындырады, тындырмағандар бәрін кейінге қалдырып, үйден шықпай, көздері телеарнада болады. Бұл үйдің де әйелі мүмкін сөйткен шығар. Сыртта қыбырлаған жан баласы байқалмайды. Қырмызы кең ауланың арғы бетіндегі шынысына дейін қарап, қара машинаға бұрылды. О, тоба десейші, іздегені алдынан шыға келгенін көрмейсің бе? Машинаның руль жақ есігін айқар ашып тастап, Төлептің ұлы Мәлік машина ішінде 2 аяғын кере талтайып қаннен қаперсіз ұйықтап жатыр. Қырмызы машинаның арғы бет жағынан есікті ашты да, тез біреу көріп қоймасын дегендей ішіне отыра қалып жапты. Сөмкесінде не жоқ дейсің? Әдейі салып жүрген кішкентай пышақ, кішкентай темір балға, үлкен шприцтің бірнешеуі бәрі бар. Қолына 10 миллиграмдық шприц салды. Қырмызы артқы жақтан Мәліктің дәл желке тұсынан шүйдесіне жұдырығымен бір ұрды. Денесіне бұл соққы аса қатты тимесе де, Мәлік не екенін түсінбей көзін ашты. Желке тұсында орындықта Шәрипа отыр. Аузын аша алмай аңтарылып тұрып қалды. Ботагөздің әжесі. Жап есігіңді. Машинаны оталдыр. Айқайлап дауыс шығармайсың. Мынаны көрдің бе? Тура мойныңа саламын. Өлесің де қаласың, дейді қолындағы жуан шприцті көрсетіп, Қырмызы тура артынан. Машина оталды. Тез ауладан шық. Машина тез ауладан шықты. Соткаңды ал да, ана Қосанға звонда. Шықсын, саған келсін. Кездесетін жолыңды айт. Тез шықпаса сен өлесің. Мәлік не олай, не бұлай үн шығара алмады. Бұл әйел не істемек? Ойы сол ғана. Бұдан 4-5 күн бұрын Гүлімай өзіне ауылға бара бер деп тапсырып, бейкүнә жасөспірім қыз Ботагөзге жасаған зорлық ісіне келген жоқ. Екінің бірінде қыздарға мұндай әрекеттер жасау, артынан ешкімнің дабыра жасамау қалыпты жағдай болып кеткен болар. Тіпті Ботагөздің әжесінің мұнысы несі деген таңданыс байқалмады. Бар әрекетінен сезілгені желке тұсындағы шприцтен қатты қорқып келе жатқаны.
Әй Қосан, сен қазір біздің үйге қарай шық, мен келе жатырмын, деді даусы қарлығып, сағызша айнаған аузын қисайта ырбитып. Ешкімнен күдігі жоқ, өте қамсыз. Телефонның ар жағында Қосан да ұйқылы ояу болса керек. Әлі ерте ғой, біз бұл уақытта шыға алмайтын едік қой, деген дауыс естілді. Айттым ба, тез шық деп, тез шық. Әлімжанның үйінің есік алдына қарай шыға бер, тез, деді. Енді андағы соткаңды маған бер, деді Қырмызы желкесінен нығарлап. Мәлік жартылай болып Қырмызыға сотканы берді. Көзі Қырмызы ұстап отырған иненің ұзын шприціне тағы да түсті. Қара машинаның еш нәрсе көрінбейтін қара терезесі бұл жолы Қырмызыға қызмет етті. Айтқан жерге машина тоқтады. Шашы дудырап, қысқа шорт киген Қосан басын ешқайда бұрмастан алдыңғы есікті ашып, Мәлікпен қатарлау оса отырып жатып, не болды сонша асығып? Ол жерге ерте баратын болдық па? Деді бірден Мәлікке. Жауапты арт жақта отырған Қырмызы берді. Баратын жерлеріңе ерте барасыңдар. Қосан арт жаққа жалт қарады, Қырмызыны көрді. Бұл Ботагөздің әжесі ғой, мұнда не қып отыр? Ол Мәлікті емес екен. Бірден өзі есіне түсті. Енді жауап берер кезін байқап қалды. Дереу машинаның тұтқасына қолын созып, жерге түсіп қалғысы келген сыңай көрсетті. Отыр, қозғалма, қолыңдағы сотканы маған бер, деді Қырмызы қатты дауыс көтеріп кіжіне. Иттің балалары, екеуіңді де шприцпен желкелеріңнен түйреп өлтіремін. Қосан артына екі көзі алара қараған күйі соткасын амалсыздан бергендей болды. Енді тура темір жол перезіне қарай тарт. Мәлік машина айнасынан Қырмызының қолында бір емес үлкен екі шприцтің тұрғанын көрді. Бұл кезде ауыл әлі өз тіршілігінде болатын. Жеке малдарының қарнын әбден тойғызып кештетіп келе жатқан малшылар, шабынықта шөбірған шөпшілер, азды-көпті егін еккендер, техниканың қамымен осы ауыл ортасындағы теміржол бекет арқылы арлы-бері өтіп жатқан кез. Автожолдың теміржол кесіп өтетін бекетіне дейін едәуір жер. Қара жеңіл машина асфальты жоқ жерге шыққанда шоқалақтап қалды. Алда отырған екеуі үнсіз, бір-біріне қарамайды да. Мына Ботагөздің әжесі бізді қайда апарады? Аудандағы полицияға ма екен деп ойлады Қосан ішінен. Білейін, басым шатылды бәлеге. Бізді бір жерге өлтіруге апарады-ау, әлде өлтіріп көмуге алып барады ма? Мына перезден өтсек, ар жағында мола тұр ғой, соған әкеле жатыр бізді, деді Мәлік ішінен. Әрқайсысы өз бастарымен әр нәрсені ойлап кетті. Темір жолдан кесіп өтетін жер жақын қалды. Алыста оң жақ тұстан жүйткіп келе жатқан бір жүк пойызының төбесі көрінді. Қырмызының ойлаған жоспары өз-өзінен ретімен жүзеге асып жатқандай. Иттің ғана балалары, дейді бір кезде күйініп. Менің Ботагөзімді сендер неге жылаттыңдар? Артында әкесі жоқ, іздеуші жоқ, қорғаушы жоқ дедіңдер ме? Әкелеріңнің байлықтары сендерді өлімнен құтқарады ма қазір? Сендердің қылықтарыңнан бір ғана Ботагөз емес, талай қыздың көз жасы көл болды. Өздеріңнің ұяттарың өздеріңді ашпайды, ешкімге ауыз аштырмайды. Ашса аузын жабамыз дедіңдер ме сендер? Тағылар, сазайларыңды тартасыңдар. Қазір екеуіңді де өлтіремін, деді де Қырмызы қолындағы бір шприцтің ұзын қылдай инесін Қосанның оң жақ тамыр тұсынан кірш еткізді. Мұны көрген рульдегі Мәлік бірден тежегішті басты. Шамасы машинаны тоқтатып қашқысы келді. Сол кезде екінші шприцтің инесін Қырмызы асығыс Мәліктің тура шекесіне сұқты. Есіктің тұтқасын ұстаған күйі Мәлік еңкейе берді. Әп сәтте алдыңғы орындықтағы екі баста екі жаққа қисайып, олардан шашылған қаншама қан машинаның әйнегін қып-қызыл түске бояп жіберді. Қырмызы немересі үшін кеткен өшін алса да, өз қолымен өлім жазасына жүрегі қатты алқынды. Енді тайнатын еш нәрсе жоқ. Тез машинадан түсті. Бар күшімен теміржол рельсінің ортасына қарай машинаны артынан итере бастады. Пойыз болса қайта-қайта гөгөк деп қатты келе жатырмын, байқаңдар дегендей бекетке екпіндеп тақап келеді. Рельске көлденең қара машинаны итере алғанша итеріп, Қырмызы енді кейін шегіне берді. Екпіні қатты пойыз рельс бойынша кесе көлденең тұратын қара машинаны жан-жаққа қақырата бөлшектеп, болат жолды дүрсілдеткен күйі өте берді. Алдында тұрған машинаны көріп келе жатқан паровоз машинисті не істесін?
Тек дауыс бергіш күшейткісті бұрынғыдан қатты қосқанша қосты. Қырмызының екі құлағы тарс бітіп қалды. Қаншама вагондар тіркелмеген жүк пойызы тез өтіп беттеді. Қырмызы темір жол бекетінен төмен шаң басқан қалың құрақ арасына күмп берді. Бұл кезде кеш қараңғылаған еді. Бір уақытта пойыздың өтуін күтіп тұрған болуы керек. Арғы жақ беттен адамдардың дауыстары шықты. Ойбай, ойбай, мына машина ішінде адамдар болған ғой, денелері шашылып жатыр. Қырмызы енді анық орнынан тұра алмайтын күй кешті. Сөйлескендер мүлде қасында тақау. Полицияға айту керек. Кімдер екен бұлар? Қырмызы таңдай кеуіп, жүрегі одан сайын қысылып кетті. Көз алдына қандары шашылған, екі жаққа қисайған екі бас қайта-қайта келді. Обалдарына қалдым деді бір ойы. Дұрыс жасадың. Олардың адам бейнедегі аң қылықтары қаншама. Ботагөзді жылатып, тимеңдер маған, тимеңдерші деп ботадай боздағанына қарады ма олар? Дұрыс, оларға өлім дұрыс, деді екінші ойы. Құрақ ішінде қозғалмай осындай ойлармен ұзақ жатты. Адамдардың бағанағы әзірдегі даурыққан дауыстары да басылған сыңайда болды. Қырмызы ептеп басын көтеріп қараған кезде ешкімде байқалмады. Солай бола тұра қалың құрақ ішінен еңбектеп тізесіне, беліне тікендер қадалса да әрірек ұзады. Еңбектеп келе жатқан қалың құрақ та бітті. Енді ашық бетке шықты алдынан. Сәл әрірек темір жолдікі болу керек. Кеспек жуан бөренелер, ескі ағаштар, қатар-қатар жиналған бөренелі жерден бірақ шықты. Әйтеуір қылмыс болған жерден біртіндеп алыстай ауыл шетіндегі жолға шықты. Бір уақытта сөмкедегі қалта телефоны шырылдап берсін. Алғашқыда Қырмызы шошып кетті. Бұл мобильді телефонды қалай өшіруді білмеді. Ол шырылдай өзінен өзі өшті. Артынша екінші телефон шырылға басты. Шамасы Мәлік пен Қосанды іздеп жатқан болуы керек. Енді бұл телефондардан құтылу керек екен деп ойлады Қырмызы. Қайда тастамақ? Үсті басын қағып, иығындағы сөмкесін қолына мықтырақ ұстап, өзінен өзі әр жолының иірімі белгілі ауыл шетіне кірді. Ертесіне бүкіл ауылдың адамдары темір жол бекетіндегі болған оқиғаны дүрлігіп, біріне бірі әңгіме қылып жатты. Шарипаға 4-ші күн системаға келгенде Қырмызы Төлептің үйі маңайындағы топырлаған адамдарды, жағалы киімді киген полиция қызметкерлерінің төбелерін көрді. Апай, естідіңіз бе? Мен айтып едім ғой, осы Мәлікпен Қосан бір бәлеге ұшырайды деп. Ақыры бар ғой апай, екеуі мінген машина пойыз астына түсті. Бытшыты шығыпты, деді Шарипаның келіні Жұпаркүл. Қырмызы үйге кіргенде амандық саулық сұрасқаннан кейін: Көрдіңіз ғой, есіктерінің алдында адамдар кіріп шығып дамыл жоқ. Біз де Темірбек екеуміз кіріп шықтық. Көрші атымыз бар ғой. Төлептің әйелі қайта өзінен өзі есінен танып қалып жатыр. Ауылдағы қанат дәрігерді медсестрасымен қасына қойыпты. Апай, деді Жұпаркүл одан әрі сыбырлап. Сол жерде болған кісілер бас аяғы бір бөлек, қолы бір бөлек, мыш-тыш болған дейді. Дене мүшелерін әйтеуір бөлшектеп түгел тауып алып қалыпты. Енді сол жинаған денелердің қайсысы Мәліктікі, қайсысы Қосандікі айыру үшін және неден өлгенін біреу білсе, біреу білмейді екен. Өздері мас болып, пойыздың келе жатқанын білмей, машинамен соғылып өлді ме, сол денелерді қалаға тексеруге алып кетеді екен. Қырмызы апырая, деді бар білген сөзін айтып. Төрде кереуетте жатқан Шарипа араласты әңгімеге. Өлгеннің артынан жаман сөз айтуға болмайды дейді. Мінез құлықтары, жүріс-тұрыстары секемді балалар еді. Оларды мен білем ғой, ажалдары қиын болған екен, деді үстіндегі жемпірін шешіп, системаға дайындалып. Өң келіспей тұр Қырмызы, бір жерің ауырып жүрме, деді Шарипа Қырмызының кескініне көз салып. Шарипа Егінбаевна: Көп ойда жүрмін, ұйқы жоқ, абзалдың жылын беру керек. Үйімді сатсам ба деймін, аудан орталығына ма, қалаға ма көшу де басымда ойда жүр. Үлкен немерем 9-шы сыныпты бітіріп отыр ғой, оны оқыту керек. Абзалым тірі болса, ол бәрін өз мойнына алар еді. Енді сол немерелерді аяғынан қас тұрғызу менің міндетім болып қалды емес пе? Содан ойының жетегінде шаршапта жүрмін, деді Қырмызы. Ол ойың дұрыс. Ауылдағы 10 жылдықты бекер жауып тастады. Енді балалар қайда барып оқиды? Білім министрліктерінің қазіргі жұмысына мүлде көңілім толмайды.
Үкіметте оларға бақылау жасамайды деймін, деді Шарипа да. Келіні Жұпаркүл қосарласты. Апа, үйді қаншаға сатқыңыз келеді? Сіздердікі орталықта, таза кірпіш қой. Жақсы баға қоя беріңіз. Сіздің үйді алушыларға адам табылады. Мен оның бағасын әлі ойластырған жоқпын. Тек сатқым келеді. Келін қаладан қатынап жұмыс істеп жүр. Ол да жаныма батады. Мен онда сіздің үйді сатады деп айта жүрейін апай. Уайым етпеңіз. Құны жақсы болады. Онда үй жоқ қой қазір. Апа, Төлептің баласы мен Азамат Құсайымовтың баласын біреулер өлтіріп, пойыздың астына тастап жіберген дей ме? Жұрт шулап жүр ғой ауылда. Ботагөзге айттым жаңа. Өздеріне сол керек. Қайта біреулер өлтіріп, жақсы болыпты. Әйтпесе мен өзім өлтіретін едім, апа. Ботагөздің басындағы жағдай болған біреу өлтірген шығар. Қайтесің оны айтып, кетсін әрі өздерімен, деп Қырмызы әже келіннің сөзіне мән бермеген сыңайда болды. Сөзін әрмен жалғастырды. Үйді сататынымды жаңа Жұпаркүлге құлақ қағыс жасадым. Қалаға көшеміз. Ботагөздің оқуын әрмен жалғастырамыз. Біздің енді бұл ауылда шаруамыз жоқ. Абзалдың жылын уақытынан ерте осы айдың аяғында береміз ау шамасы. Әжесінің бұл сөзін үйдің түкпірінде жүріп естіген Асқар айқайлап қуанды. Ол барып Ботагөзге айтты. Қалаға көшеміз. Әжем айтты. Мен де сен де қалада оқимыз. Бұл ауылдан көшеміз деген хабар Ботагөзге ұнады. Сәл жымиғандай болды. Түрі келіп әжесіне келді. Әже, осының бәрі мен үшін бе айтшы, деді. Әрине сен үшін, Асқар үшін, Әсия үшін, Гүлімай төртеуің үшін, деді Қырмызы көзіне жас алып. Әкең абзал тірі болса, басқаша болар еді де. Мен қолымнан келгенін істеймін сендер үшін. Аптаның аяғында жергілікті полиция тағы қасына екі адам бар. Қырмызы Болысбековна осында тұрады ма? Деп кірді. Я осында тұрады, ол менмін, деді Қырмызы. Не болды, жай ма? Жай емес апай, жүріңіз машинаға отырыңыз, деді. Сұрланып бір жігіт үстіндегі жағалы киімінің белбеуін қысыңқырап түзеп тұрып. Ал, мен не үшін машинаға отыруым керек? Деп қарсы сұрақ қойды Қырмызы. Келін үйде жоқ. Немерелерімді жалғыз тастап кете алмаймын. Сіз медсестрасыз. Медсестра болып жұмыс істедіңіз ғой, я? Әлі шприцпен ине саласыз ба ауруларға? Қазір үйдегі шприцтеріңіз болса көрсетіңіз. Көрсетемін, бері келіңіз, деді. Қырмызы осындай сұрақтар болады аумаған деп ойлап, бәріне дайындалып жүрген. Міне, мына менің инелерім, шприцтер осы. Немерелер ауырып қалғанда, дәрігердің рұқсатымен өзім ине саламын. Осы ауылда 40 жыл медпунктте медсестра болғамын. 3 еркек түгел бір-біріне қарасты. Апай, деді жергілікті полиция жігіт, сіз әзірге ауылдан басқа жерге кетіп қалмаңыз. Ауылда ауыр өлімнің жағдайы болды. Естіген шығарсыз. Тергеушілер әр қырынан тексеру жүргізуде. Ол жігіттерге менің қатысым қанша? Аларым жоқ, берерім жоқ. Жас емеспін, машинасында қыдырып жүретін. Қырмызы даусын көтерді. Апай, біз барлық қырынан тексеріп жүрміз. Оған айып етпеңіз, деді бір жігіт басқалардан гөрі сыпайы сөйлеп. Ауыл әкімі Азамат Құсайынов пен бензин сататын бастық Төлеп Есенжолов ұлдарымыздың өліміне кінәлін тауып беріңдер. Қанша сұрасаңдар, сонша ақысын береміз деп қаладан арнайы орыннан өкілдерге сараптама жасатқан. Із кесетін тергеушілер жалдаған. Бұлар сол еді. Алдын болжай білетін Қырмызы әжей тергеушілер үйден шыға салысымен келініне шұғыл тапсырма берді. Дәл қазір жиналыңдар. Ешкімнің көзіне түспей автожолға шығып, машина ұстаңдар да қалаға жетіп алыңдар. Мына мекен жайда менің Бибігүл деген сыныптасым тұрады. Күн жарықта қағаздағы көшемен үйді тауып алыңдар. Олар пәтер жалдайды. Менің атымнан өтініңдер. Пәтеріне алсын. Байланыс болса сол үйде болады. Мен жаққа ауылға келмеңдер. Ботагөзді ертең таңертең тергеушілер шақырса, Ботагөз оларға барлық шындықты айтып қояды. Ал шындық айтылса, аналардың өлімін Ботагөзден көреді. Әзірге мына ақшаны керектеріңе жаратыңдар, деп Қырмызы келіні Гүлімайға қалтасынан бір бума ақша берді. Апа, біз ана сыныптасыңызға не дейміз? Үйді сатқалы жатыр әжем. Біз қаладан үй сатып алатын болдық. Мектепке жақын сатылатын үй болса, соны алдын ала қарауға келдік дей беріңдер. Олар үй көрсетсе, барып қарап үй таңдайтын болыңдар. Бағасын сұраңдар, деді Қырмызы. Мәлік пен Қосанның араласатын жолдастарымен
бірге түнгі клубта жүретін адамдарынан бәрінен сұрақ алынды. Оларды кім өлтіруі мүмкін? Жауап алынған бір досы өзінің мобильді телефонынан видеоны көрсетті. Мұны көрген тергеушілер үндемей дымдарын іштеріне тартты, бір-біріне сыбырлады. Өлгендердің өздері оңып тұрған жоқ. Көрдің бе, мынау криминал ғой нағыз. Мына қызды табу керек, өлтірген адам табылды. Тіпті обал жасаған екен. Ал мұны не үшін түсірген? Ақымақтықтан, бәлкім мақтану үшін, мазақтау үшін бар шығар. Бәлкім ана қыздың жігіті болса соған көрсету үшін. Бұл видеода Мәлік пен Қосанның Ботагөзді қалай зорлағаны түсірілген. Енді сұрақ, Ботагөз кім? Ботагөз әлі кәмелетке толмаған қыз. Ол қайда тұрады? Осында ауылда тұрады. Әке-шешесі кім? Әкесі жоқ, шешесі, әжесі, інісі бар. Ботагөз қайда? Мүмкін үйінде. Осындай ізкесу арқылы тергеушілер келесі күні Ботагөзге келді. Қырмызы бейсенбі күні болған соң, әрі түсіне ұлы Абзал кіргеннен кейін қазанға от жағып бауырсақ пісіргелі жатқан. Ботагөз Белспекова деген осында ма? Иә, ол неге керек сендерге? Сол сіздің қызыңыз ба, немереңіз бе? Қайда екен? Сөйлесу керек. Олар үйде жоқ, қалаға кетті. Қазір каникул ғой. Апай, қалада қандай үйде тоқтайтын еді? Сендер көлпектемей айтыңдар. Ботагөз неге керек? Ал айтпаймын, сендер айтыңдар. Қайда? Не үшін іздеп жүрсіңдер? Менің қызым неге керек? Апай, ашуланбаңыз. Сіздің қызыңыз ба, я жоқ немереңіз бе? Ботагөз жақында бір қиын жағдайға душар болғанын сіздерге айтты ма? Қырмызы бұл сөзді естігенде дірілдеп кетті, бірақ барынша сездірмеуге тырысты. Мыналар не деп тұр? Ботагөздің жағдайын біреу біліп қойған ба? Қадалған жерден қан алғысы келіп тұр ғой. Қырмызы үндемей біраз тұрып қалды. Тергеушілердің бірі сұрақты қайталады. Ботагөздің басындағы болған қиын жайды білесіз бе сіз? Маған айтыңдар, ол қандай қиын жағдай айтып тұрғандарың? Мен бірінші рет естіп тұрмын. Бір бәлені жапқалы тұрсыңдар ма нақақтан? Дейді Қырмызы, май күйіп жатқан соң бауырсақ пісірмей жатып қазанды оттан түсіріп. Сізге бір видео көрсетсек, сіз қарай аласыз ба екен соны? Апай, Қырмызы ешнәрсе түсінбей қалды. Аналар сотканы жарқыратып ашып, видеоны көрсете бастағанда, оның ішіндегі Ботагөздің тыр жалаңаш денесіне жабысқан зорлықшыны көріп, жанұшыра айқайлаған немересінің дауысын естіп, Қырмызы бірден құлап түсті. Қанша уақыт өтті Қырмызы білмеді. Көзін ашқанда жағалы пәлекеттер бетіне су сеуіп, көйлегінің омырауының түймесін ашып, әлі қасында тұр екен. Енді сендерге не керек? Қызымды зорлауға қатысқан сендерсің бе? Неғып тұрсыңдар бұл жерде? Деді. Қырмызы даусын көтере бастаған еді. Бірі Қырмызыға келіп, апай, сіздің қызды зорлаған Мәлік пен Қосан. Сіз жаңа видеоны толық көрген жоқсыз. Енді Мәлік пен Қосанды кім өлтірді деген сұрақ туып тұрған жоқ па? Және оларға жасалған сараптамада белгілі болғандай, біреуінің шекесіне, біреуінің мойнына шприц сансылған. Мүмкін сіз немесе қызыңыз Ботагөз бұл іске барған. Өйткені сіз шприцті қолдана аласыз, ал Ботагөз қолдана алмауы мүмкін. Сіз жоқта шприцті алып үйренген шығар. Үшеуіңіздің біреуіңіз немесе келініңіз. Жүк пойызының машинисті бір әйелдің итергенін көрдім деген машинаны. Барлық болжамдар сіздерге тіреледі. Полиция машинасына сіздің отыруыңызға енді бүгін тура келеді. Әйтпесе Ботагөзге, келініңізге іздеу салармыз. Оларды табамыз, сұраймыз. Мүмкін сіз оларды ауылдан әдейі қалаға қашырып жіберіп отырған шығарсыз. Қырмызы бұдан әрі шыдамады. Алып баратын жерлеріңе апара беріңдер. Ана оңбағандарды өлтірген менмін. Қызым да, келінім де еш нәрсе білмейді. Жаңа көрдіңдер ана түсіргендерді. Оның өзі қылмыс емес пе? Жасөспірім қызды зорлаған. Оларды неге ақтап өлтіргенді іздейсіңдер? Өздерің білесіңдер, көрдіңдер ғой, өлуге тиісті олар. Өлтірдім. Сендердің бауырлас қарындастарың жоқ па? Оларға біреу осындай зәбір қылса не істейсіңдер? Мен бұл ісіме еш өкінбеймін, деді Қырмызы батыл сөйлеп. 62 жасында Болысбекова Қырмызы сотқа дейін де, сот кезінде өзіне соңғы сөз берілгенде істеген ісінің дұрыстығынан танған жоқ. Мен қайта бұл ісіммен көптеген қыздың қорлануын сақтадым. Олар бұлай жүре берсе, талай қызды зорлап тастар еді, деді қосып.
Мәлік пен Қосанның түсірген, жіберген видеолары Қырмызының күнәсін қайта жеңілдетуге ықпал етті. Оның үстіне Шарипа Егінбаевнаның Астанадағы қызы Айнұр жалдаған білікті адвокат Қырмызы Болысбековнаны ісін жақсы ақтап шықты. 2 айдан кейін сот үкімі шығарылды. Қырмызы Болысбековна 6 жыл бас бостандығынан айырылып, жалпы режимдегі колонияға жіберілді. Алайда Қырмызы колонияға барған соң 2 айдан кейін жүрек ауруынан дүниеден өтті. Ауылда баласы Абзалдың қасына жерленді. Қырмызының ауылдағы үйі жақсы сатылып, келіні Гүлімай қаладан жер үй сатып алды. Ботагөз іні сіңлісімен қаладағы жаңа бір 10 жылдық мектепке оқуларын жалғастырды. Кек, Өріс Ешкірқызы.